Сәлем достар, тұрғын үй алуға қайтарымды және қайтарымсыз 1,5 миллион теңгені қалай алуға болады? Тұрғын үй сертификатын қалай аламыз? Осы ақпаратты білу үшін видеоның соңына дейін қараңыздар және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Тұрғын үй сертификаты 2019 жылы 30 маусым күні 417 бұйрықта шықты. Оны алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, көп балалы отбасы, яғни 4 бала, мүмкіндігі шектеулі жандар, баласы 18-ге толмаған болса, яғни мүмкіндігі шектеулі баласы бар, жасы 18-ге толмаған болса, толық емес отбасы болса, және үй кезегінде, осылар үй кезегінде тұру керек, және 5-ші денсаулық сақтау, білім, педагогика, мәдениет, спорт бағыттары бойынша жұмыс істейтіндер қатыса алады. Осы санаттар ала алады. Яғни 2021 жылы наурыздың 27-сі күні бұйрық шықты, 1,5 миллион теңге деп, қайтарымды және қайтарымсыз, яғни қазір айтамыз, кімдер қайтарады, кімдер қайтармайды. Қайтарғанның өзінде 0,01%, яғни 0,01% ғана үстінен қосылады. Ол өте почти рассрочка деген сөз ғой. Табыс жан басына шаққанда 106.336 теңгеден, осы суммадан асып кетсе 0,101%бен беріледі. Минималды күнкөріс деңгейі 3,1 болса, яғни бір минималды күнкөріс деңгейі 34.302 теңге деп есептесек, 3,1 минималды күнкөріс 106.336 теңге. Яғни осы суммадан асып кеткендер қайтарады. Айлығы асып кеткендер, осы суммаға айлығы жетпейтіндер, яғни қайтармайды. Егер 106.336 теңгеден жан басына шаққанда асып кетпесе, ол ақшаны қайтармаса болады. Акиматқа немесе цонға барып өтініш жазасыз. Әкім атына өтініш жазу керек. Банктен алдын ала одобрение, яғни предварительный одобрение дейді ғой, сондай алу керек. Алып келу керек, және әкімшілікке немесе цонға барып өтініш жазу керек. Астана қаласы бойынша республика 4-те жыл фондтан алуға болады, және басқа өз қалаңыздан, өз аймағыңыздан сол әкімшіліктің адресіне барып өтініш жазуға болады. Жалпы ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін. Сау саламатта болыңыздар.